Колби, Белал Мухаммед бен Гилберт Бернс жекпе-жегі туралы не айтасың? Белал Мухаммед бұл жеңіске лайықты ма? Я, менің ойымша бұл жекпе-жекте екі сорлы төбелесті. Нағыз сорлыны анықтау үшін. Бұл шайқаста жеңімпаз біреу ғана, ол менмін. Титул үшін келесі үміткер менмін. Оны қанша рет қайталап айтуға болады. Дана Уайт та талай айтты емес пе бұл туралы. Сондықтан ол екеуі жайдан жай ешқандай мақсатсыз бостан-босқа төбелесті. Бұл жекпе-жекте жалғыз пайда тапқан адамды айтайын ба? Ол Али Абдел-Азиз деген егеуқұйрық. Өйткені бұл шайқас ол үшін жеңіліссіз нұсқа болды. Ол екі жігіт үшін бұл жекпе-жек өте үлкен тәуекел. Өйткені олар бостан-босқа төбелесті. Бұл жекпе-жектің UFC-ге ешқандай пайдасы да жоқ. Ақша да алып келмейді. Тіпті UFC Белал Мухаммедтен қашады, оны қасына жолатқысы да келмейді. Өйткені ол нағыз нәсілшіл, расист. Оның не айтқанын білесің ба? Мен ақ нәсілді болғаннан кейін титулға үміткер атандым деп айтты. Және бұл сөздері үшін кешірім де сұраған жоқ. Сондықтан бұл сорлы нағыз қауіпті адам. Гилберт Бернс туралы не айтасың? Бұл жекпе-жекті қабылдау ол үшін асығыс шешім болды деп ойлайсың ба? Өткен сұхбаттарыңның бірінде Гилбертті жақсы жігіт деген едің. Ол әрі қарай не істеу керек? Қандай кеңес бересің? Білесің ба? Гилберттің менеджері туралы айтайын саған. Ол нағыз алдамшы, барып тұрған алаяқ. Ол өзінің қарамағындағы жігіттерді бір-бірімен төбелестіріп, солардың арасынан өз пайдасын алып отыр. Али Абдел-Азиз деген егеуқұйрықтың істеп отырған ісі. Өз қол астындағы жауынгерлердің мансабына оның түкіргені бар. Сондықтан Гилбертке айтарым, оған менеджер ауыстыру керек.